саламатсыздар ма? Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Қанапина Беғанша Төлеуханқызы. Когнитивтік лингвистика пәні, сабақтың тақырыбы когнитизм және когнитология. Сабақтың жоспары когнитизмнің ғылыми негіздері, оның қазіргі тіл білімдегі орны мен мәні, когнитивті лингвистиканың когнитологияның құрамында оның жеке саласы ретінде дамуы, шетелдік ғылымда когнитивті парадигманың қалыптасуы мен дамуы. Бірінші сұрақ: когнитизмнің ғылыми негіздері, оның қазіргі тіл білімдегі орны мен мәні. Бүгінгі таңда тіл біліміндегі когнитивтік бағыт тілдік мәселелерге мүлде өзге қырынан келуді алға тартып отыр. Когнитивизм саласы ғылымның философия, логика, лингвистика, психология, мәдениеттану, интеллект сияқты бірнеше салалардың басын тоғыстыру арқылы тілдік мәселелерді шешуді ұсынады. Осының салдарында тілді өз ішінде және өзі үшін қарастыратын зерттеулер жеткіліксіз болып, оны ой-санамен тығыз байланыста қарастыру қажеттігі туындап отыр. Демек, бұл адамды тіл арқылы және керісінше тілді адам арқылы анықтау. Когнитивизм ғылымының құрамына енетін когнитивтік лингвистика адамның дүниетанымы туралы ғылым. Когнитивизм негізінен адамзаттық когнитацияны зерттейді. Адамның когнитивті дүниесі оның ойлау әрекетінен көрінеді десек, сол әрекетті танытатын негізгі белгі оның тілі болып табылады. Тіл адамның қабылдаған ақпаратын өңдеп, санада реттелген нәтижесін көрсететін құрал. Когнитивизмнің зерттеу нысаны когнитивтік тіл білімі. Когнитивизм ғылыммен тікелей байланысты. Оның зерттейтін нысаны адамзаттық когниция екендігі. Ол ақиқат дүние туралы санада қалыптасқан білімді ішкі рухани танымы мен моделі арқылы заңдылығын теориясын зерттейтін ғылым. Когнитивтік лингвистикада когниция ұғымына ерекше назар аударылады. Когниция адам санасындағы білім арқылы көрініс табатын ақпараттар жүйесі. Адам баласына дүниедегі мәліметтердің лингвистикалық арналар арқылы жетуі адамды концепт әлеміне жетелейді. Зерттеуші Маслова елестету, схема, картина, фрейм, сценарий, гештальт сияқты бірліктерді адам танымындағы ақпараттарды сыртқа шығаруда қолданылатын тілдік құрал деп есептеген. Нұрдаулетова когнитивизм терминіне мынадай анықтама берген: когнитивизм адам ақыл-ойын, олармен байланысты менталды процестерді зерттеу объектісі етіп алған ғылымдарға бағытталады. Қазіргі кезде ғылым салаларында когнитивті төңкеріс туралы сөз болуда. Американдық белгілі лингвист Хомски когнитивтік төңкеріс ақыл-ой мен мидың жағдайын, олардың адамның когнитивтік болмысына, біліміне, ұғымына, түсінігі мен сеніміне қалай ықпал ете алатынын зерттейді, деп жазды. Адамның білімі мен түрлі ақпараттарды қабылдауына қатысты процесс когнитивтік немесе когниция деп аталады. Оларға интеллектуалды, менталды, талдалмалы терминдері синоним бола алады. Когнитивтік лингвистиканың когнитологияның құрамында оның жеке саласы ретінде дамуы. Қоғам мен ғылымның қазіргі уақыт сұранысына сәйкес даму лингвистика ғылымына өзіндік ықпал етіп, тіл білімінде жаңа ғылыми бағыттар мен көптеген тоғыспалы ғылыми пәндерді дүниеге әкелуде. Тіл білімінің когнитология ғылымымен тоғысуы когнитивтік лингвистика ғылымының дүниеге келуіне себеп болады. Когнитивтік лингвистика саласындағы негізгі бағыт тіл мен адам санасын, тіл мен таным жүйесін біртұтас жүйе тұрғысынан қарастыру болып табылады. Когнитивтік лингвистика дегеніміз танымдық құрылымдардың лингвистикалық сәйкестіктері мен мүмкіндіктерін анықтау, белгілі бір тілдік жағдайды қойылатын мақсатқа әсер етуші себеп-салдарға орай әртүрлі тілдік құралдар арқылы сипаттау, олардың әркелкі деңгейде қабылдану өзгешелігін зерделеу. Кубрякованың анықтамасы бойынша когнитивтік тіл білімі дегеніміз лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент, система знаков, играющих роль презентации, трансформирования информации. Демек, когнитивтік тіл білімі табиғи тілдің игерілу, қолданылу механизмін түсіндіруді және ақпараттық білім алудың негізі болып табылатын тілдік модельді жасауды мақсат етеді. Ғылым үздіксіз дамып толығып отыратын күрделі үдеріс болғандықтан қазақ тіл білімінің әлі де түпкілікті зерттеуді қажет ететін салалары мен мәселелері баршылық. Сол салалардың бірі когнитивтік лингвистика мәселелері. Когнитивті лингвистика ғылымына қатысты айтылатын когнитология, когнитив терминдерін
қазақ тілінде таным термин арқылы беріліп жүр. Когнитивтік лингвистика қазақ тіл білімінде 20 ғасырдың 90-шы жылдары мен 21 ғасырдың алғашқы жылдары ғана зерттеле бастаған ғылым саласы. Когнитивті лингвистика антропоцентристік парадигма шеңберінде қалыптасқан тіл білімінің жаңа саласы. Қазақ лингвистикасында антропоцентристік бағыттың алғашқы нышандары қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалымдар Ахмет Байтұрсынұлы, Құдайберген Жұбанов, Сәрсен Аманжолов, Спет Кеңесбаев, Мұсабаев, Балақаев, Сауранбаев, Абдуәли Қайдар, Рабиға Сыздық, Сарыбаев, Нұржамал Оралбаева, Уәли тағы басқа еңбектерінде қарастырылып, тіл мен ойлау арасындағы сабақтастық мәселесі сөз болды. Антропоцентризм грекше адам, ал центрум латын сөзі орталық дегенді білдіреді. Яғни адам болмысын табиғат әлеміндегі өзге де болмыстарға қарсы қоя отырып қарастыру, өмірдегі болып жатқан құбылыстарды адам факторымен байланыстыратын ғылыми бағыт тілді адам болмысымен өзара бірлікте қарастыруды мақсат етеді. Тілді антропоцентризм тұрғысынан қарастыру адамның ақыл-ойы, санасы, дүниетанымы, көріп білген өмір тәжірибесі тағы басқа әрекеттерін тіл арқылы жеткізу болмақ. Тілді антропоцентризм тұрғысынан қарастыру адамның ақыл-ойы, санасы, дүниетанымы, көріп білген өмір тәжірибесі тағы басқа әрекеттерін тіл арқылы жеткізу болмақ. Сонымен қатар қазақ тіл біліміндегі когнитивтік лингвистиканың қалыптасуы Оразалиеваның 5 парадигма жіктеп қарастыру көптеген ғалымдар мойындаған концепциялардың бірінен саналады. Ғалымның қазақ тілтану даму кезеңдерінен бірінші кезең тілтану парадигмасын қалыптасу 20 ғасырдың негізгі өкілдері Байтұрсынов, Жұбанов, Аманжолов тағы басқалар. Екінші кезең тілдік бірліктердің танымдық парадигмасы 20 ғасырдың 1945-1970 жылдары негізгі өкілдері Сауранбаев, Мұсабаев, Маулен Балақаев, Спет Кеңесбаев. Үшінші кезең тілтанымдық қағидалардың жалпы теориялық парадигмасы 20 ғасырдың 1965-85 жылдары негізгі өкілдері Кокенаханов, Қордабаев, Хасенов. Төртінші кезең тілтанымдық этюдтар парадигмасы 20 ғасырдың 70 жылдары мен аяқ шені негізгі өкілдері Абдуәли Қайдар, Рабиға Сыздық, Сарбаев, Болғанбаев, Жанпейісов, Жанұзақ, Исаев, Айтбаев, Лиев, Манкеев тағы басқалары болып саналады. Бесінші кезең қазіргі когнитивтік парадигмалар 20 ғасырдың аяғы мен бүгінгі күндер деп бөледі. Шетелдік ғылымда когнитивтік парадигманың қалыптасуы мен дамуы. Парадигма Еуропа ғылымында, нақтырақ айтқанда, роман, герман тілдер топтарында, орыс тілдерінде жүйелі түрде тек бір мағынада қолданылмады. Алғашында латын тіліне, грек тілінде жарық көрген жазбалар мен риторикалық еңбектер арқылы енген ұғым бастапқы кезде жағымды жағымсыз мысалдардың айтылуы, өмірден алынған үлгілер, жүйе және заңдылық деген сөздермен ұштаса беріліп келсе, кейін француз сөздіктерінде мысал ағылшын тілінде жазылған лексикографиялық зерттеулерде үлгі немесе модель, жалпы түсінік, лексеманың сөз түрлену мүмкіндіктерін айқында септелу формалары деген мағыналарда қарастырылған еді. Бұл ұғымның жаңа белгісін Демьяненко кум есімімен байланыстырды, ал оның басты белгілерін құндық мағына тұрғысынан талдап көрсетті. Ол үшін бұл көзқарастар жүйесі жалпы көпшіліктен өте алатындай болу керек. Әр парадигманың жақтаушылары бір ғылыми тәжірибеге немесе ережеге сүйенуге тиіс. Ғылыми қалыпқа сәйкес нәтижелер бір негізде орындалуы қажет. Яғни парадигманың бір өкілі қол жеткізген нәтиже өзгелермен салыстырылғанда қайталанып, жалпылаушы, нақтылаушы не болмаса жоққа шығарушы сипатқа ие болған дұрыс. Демек, парадигма жинақталушы қор қызметін атқарса, оның өкілдері сақталатын хабарды жаңа деректермен толықтыратын функцияны жүзеге асыру керек. Бір парадигма көлемінде міндеттер өзіне дейінгі жетістіктерге сүйену мақсатында дәлелді жолмен айғақталуы қажет. Ғылым социологиясына сай, бір парадигма көлемінде зерттеулер жүргізген ғалымдар арасындағы қарым-қатынас қажеттілігі де дәйектелуі керек болады. Бүгінгі күні бұл мәселе төңірегінде пікір айтқан ғалымдардың ішінде Кубрякова есімі ерекше аталады. Тіл теориясы аясында ағымдық және бағыттық ерекшеліктерге қарамастан, бұл зерттеулердің шын мәніндегі жаңа өзгерістерді түсінуде ең бастысы теориялық лингвистиканың
адамдық факторды өзектеудегі орнын айқындап көрсету кезінде атқарар маңызы зор дей келе, зерттеуші білім парадигмасының лингвистика тарихындағы үлесіне, тіл туралы көзқарастарды жүйелеудегі қажеттілігіне, сол сияқты тіл хақындағы жаңа шындыққа негіз болар болмысына көңіл бөлді. Ол парадигма арқылы жинақталатын идеяларды топтап беру мақсатында төмендегідей мәселелерге назар аударды. Парадигма нақты ғылым саласында қол жеткізген нәтижелерге сүйенеді. Ол ғылыми қауымдастықтың сол нәтижелерді қабылдауын негізге алады. Парадигма белгілі бір үлгі бойынша нақты мәселелер мен олардың шешімін модельдеу идеясын қолдайды. Зерттеушінің айтуына қарағанда, парадигмалық өлшемдерді құрайтын мәселелер келесі үлгіде жинақталу керек. Біріншісі, ғалым парадигманың хронологиялық шектер арқылы дәйектелуін уәждеді. Яғни белгілі бір ғылыми парадигманың дүниеге келуін анықтайтын маңызды көрсеткіштер қатарына уақыт пен орын ерекше қызметін атқаратынын атап өтті. Ол тарих қайнауынан алыстап кеткен парадигмаларды автор салыстырмалы түрде ғана айқындау қажеттігін ескертті. Екіншісі, парадигманың пайда болуын түсіндіретін шарттар, алғы шарттар және уәждер болатын дәлелдеген автор еш нәрсе бос жерде дүниеге келмейді, нөлден басталмайды, барлық білім тарихи тұрғыдан шартталған және байланысқан негізде дамиды деген қағиданы ұстанады. Үшіншісі, ғалымның пікіріне сәйкес көзделген мақсаттар мен міндеттер көп жағдайда парадигманың аты мен бағыттарын нақтылады. Тілші парадигманы нақтылау барысында талдауға негіз болған пәндік аялар мен нысандардың да ескерілуіне мән берді. Қолданылатын әдіс-тәсілдер арқылы автор парадигмалық тұжырымдардың ерекшелігін сұрыптады. Алтыншы, тілші аспект арқылы немесе бағалау әрекетінің көмегімен тіл білімі және сатыға көтеріліп, тіл туралы деректер аса құнды сипаттамалар мен түсініктемелерге жол ашады деген көзқарасты ұстанды. Қазақ тіл таным ғылымының даму кезеңдерін айғақтайтын негізгі 5 парадигма бөлініп қарастырылды. Біріншісі, тіл тану парадигмасының қалыптасуы 20 ғасырдың 1920-45 жылдары. Екіншісі, тілдік бірліктердің танымдық парадигмасы. Үшіншісі, тіл танымдық қағидалардың жалпы теориялық парадигмасы. Төртіншісі, тіл танымдық этюдтер парадигмасы. Бесінші, қазіргі когнитивтік парадигмалар 20 ғасырдың аяғы мен бүгінгі күндер.